Армысыздар, құрметті тыңдармандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода жүрек ауруы себеп салдары және емі туралы болмақ. Тақырыпқа сай жүректі тірілтетін, яғни жүректі байытатын, жүректің соғысын жақсартатын, жүрекке күш беретін ең керемет дәрумендермен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар, лайк басып, маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, комментарий жазыңыздар. Қандай ауруларға қарсы видеолардың шыққанын қалайсыздар? Бұл видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Соңғы жылдары жүрек ауруына шалдыққандар қатары көбейіп барады. Жүрек ауруы қандай да бір сырқаттың асқынуына немесе жүрек қан тамырлар жүйесінің қызметінің бұзылуымен зақымдануынан пайда болатын ауру. Жүректе ауру тудыратын биохимиялық процестер болып жатса да, жүрек ауруы көпке дейін сыр бермеуі мүмкін. Жүрек ауруын 3 топқа бөліп қарастырамыз. Біріншіден, ата-ана арқылы берілетін тұқым қуалаушылық. Әлем халқының шамамен 25% генетикалық факторларға байланысты миокард инфаркттың дамуына бейім болады. Сондықтан да сізде жүрек қан тамыр ауруларын болдырмас үшін салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс және теңгерімді тамақтану маңызды. Айта кету керек, С дәрумені жүрек ауруына қарсы қорғаныс қасиеттеріне ие. Екіншіден, ер адамдар жүрек ауруының дамуына көбірек бейім келеді. Себебі оларда әйел адамдардағыдай жыныстық гормон, яғни эстрогендер жоқ. Бұл белсенді заттар қан тамыр мен жүрекке қорғаныс әсерін тигізеді. Сол себепті де көп жағдайларда ер адамдар жүрек ауруына жиі шалдығады. Үшіншіден, әрине адамның жасы ұлғайған сайын қандай да бір аурумен ауыру қаупі де айтарлықтай артады. Сондықтан да егде жастағы адамдардың мейлінше денсаулығына мән бергені дұрыс. Ең маңызды әрі жүрекке өте пайдалы қандай дәрумен екенін білесіз бе? Басты қызметі организмді қышқылдандыру процесіне тежейді. Ең алдымен гемоглобиннің қалыпты болуына әсер етеді. Қан қысымын реттейді. Яғни қан қысымыңыз жоғарылап кетпейді. Оттегінің жүрекке жақсы жетуіне оттегімен қамтамасыз етеді. Е дәрумені жетіспесе қышқылдану процесі жүреді. Яғни қан қоюланып, дұрыс жүрмейді. Қан ағзада дұрыс жүрмегендіктен жүрекке қиындық тудырады. Жүрек көптеген ауруларға шалдығады. Майлы тағамдарды көп қолданып, қимыл қозғалысымыз төмендегенде антиоксиданттар азайып кетеді де, қан қоюланып, тромбтар пайда бола бастайды. Иммунитет әлсірейді. Иммунитет әлсірегеннен соң инфекциялық ауруларға көптеп шалдығады. Е дәрумені не үшін керек? Атап айтқанда, Е дәрумені жүрек тамыр ауруларының алдын алу, жүрек соғысы, жүрекке келетін қауіптерді сейілтіп, яғни қан ұйғыштықтың пайда болуына жол бермейді. Жүрекке өте пайдалы қан қысымын көтерілуіне, яғни қан ұйғыштығына қарсы күресетін керемет дәрумендердің бірі. Егер сіздің аяқ-қолыңыз ұйып, мұздап, немесе анемияға шалдығатындай жағдайда болсаңыз, Е дәруменінің көмегі өте зор. Бұл тек қана қан айналымын жақсартып қана қоймайды, стрессті болдыртпайды. Яғни сіздің иммунитетіңізді көтеріп, жүрекке мықты иммунитет беретін дәрумендердің бірі десем болады. Қан ағымының төмен болуы жүрек қызметінің нашарлығының белгісі. Себепсіз ентігу, тыныс алудың қиындауы қандағы оттегінің аз екендігінің алғашқы белгісі. Көбінесе физикалық белсенділік себеп болады. Оттегінің жетіспеушілігі қан айналымының нашарлауынан, өз кезегінде жүректің бұзылуынан туындауы мүмкін. Жүрек қан тамырлар ауруын қоздыратын тағы бір себеп ол стресс. Торығу ол адамдардың жасына қарамайды, жүрек талмасына ұшыратады. Адамдардың көңіл күйінің денсаулыққа әсері мол. Көңіл күйдің толқуы, мазасыздануы біріншіден адамның миы арқылы беріледі. Жағымсыз эмоциялар, жүйкені қоздыратын тағы да басқа одан да бар ағзадағы қан айналымына, ішкі органдарға, эндокриндік бездердің қызметіне әсер етеді. Соның салдарынан ағзадағы гормондардың балансы бұзылады.
Оның әсері жүрек соғысының ырғағының бұзылуына, қан қысымының көтеруіне, бұлшық еттердің қан тамырлардың тартылуына апарады. Мидың қан айналымы нашарлайды, мидың клеткалары оттегі жетіспеушілігі пайда болады. Жүректің, мидың қан тамырларының қысылуы инфаркт, инсульт сияқты ауру жағдайларға алып келуі мүмкін. Немесе жүректің ишемиялық ауруларына алып келеді. Жүрек қан тамырлар ауруына әйелдерден гөрі ерлер көп шалдығады. Мұндай тенденция 50-55 жасқа дейін, яғни әйелдердің жыныстық гормондарының жұмысы бәсеңдеген тұсқа дейін сақталады. Яғни 50-55 жасқа дейін әйелдердің жыныстық гормондары жақсы болып, сол уақытқа дейін жүрек ауруына шалдықтырмайды деген сөз. Гормондардың жұмысы бәсеңдеген тұста, яғни 55 жастан кейін бәсеңдей бастағанда, гормондардың жұмысы бәсеңдей бастаған кезінде, оның алдын алуға немесе жеңуге болатын қауіпті факторлардың, яғни холестериннің жоғары деңгейі, артериалды гипертония, темекі шегу, қант диабеті, семіздік, түрлі күйзелістерден алшақ болу керек. Жүрек ауруының алдын алу үшін ең алдымен темекіден бас тарту керек. Тиімді тамақтану керек. Яғни тамақты көп жемей, барлық тамақтарды бірдей жеп, аз-аздан тамақтану керек. Майлы тамақтардан бас тарту, тұзды пайдалану мөлшерін азайту, яғни тәулігіне 4 граммнан асырмау. Құрамында калийге мол бұршақ, өрі, құрма, теңіз қырыққабаттарымен тамақтанып, сары уызды барынша аз пайдалану керек. Көкөністер мен жемістерді барынша мол пайдаланыңыз. Дене белсенділігін арттыру, семіздіктен сақтану, қандағы холестерин құрамын үнемі тексеріп бақылап отыру. Көпшілігіміз К дәрумені жайлы естіп білмеуіміз мүмкін. К дәрумені ағзадағы қажетті құнарлы зат, сүйектерді қатайтады, кальцийді және басқа да дәрумендердің өндіруіне ықпал етеді. Сондай-ақ К дәрумені қанның ұю процесін бақылайтын маңызды элемент. Оның 2 түрі бар: К1, К2. Оның біріншісі өсімдік өнімдерінде болса, екінші жануар өнімдерінде болады. Бұл дәрумендердің ағзаға қандай пайдасы бар? Жүрек ауруларының алдын алады. Кальций сүйектерге қажет болғанымен қан тамырларына зиян. К2 дәрумені кальцийдің күре тамырларға жиналып қалуын болдырмайды. Тісті тіс жегіден және басқа да зақымданудан қорғайды. Ол ағзадағы тек К дәруменімен бірге іске қосылады. Сүйектер өзінің биографиялық заттарының бір бөлігіне жоғалтып, әлсіз бола түседі. Егер К дәрумені жеткілікті мөлшерде болса, ағза кальцийді белсенді түрде синтездейді. Сондықтан сүйектер қатайтып, сыну қаупін азайтады. Әрине, К дәруменінің биологиялық белсенді қоспалар БАД түрінде қабылдауға болады. Бірақ кез келген дәрумендерді тағаммен алған жөн. К дәрумені майда еритін дәрумен, яғни ол ағзадағы сіңу үшін міндетті түрде майлар керек. Оған майы бар өнімді қоспайынша дәрумен ағзаға мүлдем сіңбейді. Омега-3 немесе омега-6 май қышқылдары бар өнімдермен бірге жақсы үйлесіп және дұрыс сіңеді. Тағы айта кететін жайы, К дәрумендеріне бай тағамдарды тұтыныңыздар. Яғни дәруменін бидай мен арпада өте көп кездеседі. Бидайды өңдеген кезде, оны ұнға айналдырған кезде, ол дәруменін жоғалтып алады. Ұннан жасалған тағамдарды көп тұтынбауға кеңес беремін. Өйткені ұннан жасалғаннан кейін ол біздің ағзамызға қышқылдық холестериндердің жиналуына бастау алады. Яғни ол біздің басқа органдарымызға зиянын келтіреді. Дәріханалардан дәруменін алған кезде токоферол құрамында бар, яғни токоферол, тек қана токоферолмен жасалынған дәруменін алуға кеңес беремін. Басқа да жолдармен қанды қалай сұйылтуға болатындығы туралы айтылған осы видеоның астына сілтеме қалдырамын, басып қарап көрсеңіздер болады. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Ауырмаңыздар, ем болсын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, басқа таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар.